Қайырлы күн. Қатпарлы нанның рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Әлі талай алда қызықты рецептер болады. Алдымен 500 грамм газ алған соғымызды құямыз. Құйғаннан кейін үстіне 1 столовый ложка тұз саламыз. 1 жұмыртқа қосамыз. Венчикпен жақсылап араластырамыз. Видеодағыдай істейміз. Bir kilogram un қосамыз. Егерде un аз болса, 1 килограмм үстіне 100-200 грамм un қосамыз. Осыдан жақсылап ең қандырып, 15-20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минут өтті. 2-ге бөлеміз. Егерде үлкен қып жайған ыңғайсыз болса, 3-ге бөліп жаюға болады. Еттің қамыр ұқсатып жақсылап жаямыз. Шықақ. Ортасына жағатын сары майымызды газға ертіп қоямыз. Жаймамыз жайып біткенше суып тұра береді. Осылайдан жайып болдық.
Осылайынан жақсылап тұрып қолымызбен жағамыз. Үстіне кішкене ұн себеміз. Содан кейін оқтаумен ораймыз. Осылай видеодағыдай себеміз. Бүкіл жеріне жағып, осылай бүкіл жеріне себеміз. Столым кішкентай болғандықтан осылай бас жағынан бастап кішкенеден себіп отырамын, жағып. Осылайынан ораймыз оқтауға. Бүкіл жеріне жағып себеміз осылайынан. Видеодағыдай осылай кесеміз. Менде бұл неткен қамырына едегенде 1 килограмм кетті, негізі 1200 грамм кетеді. Менде 1 килограмм кетті. Осыдан 6 штук шығады бір жаймадан. Бір жаймадан қазір 6 штук шығады. Бір ұзыннан 2 шығады. Осылайынан бөлеміз. 2 шықты. Басып, шетін жайып атқанда шетін астына кіргізіп, жаямыз, шеті шығып кетпейді сонда. Осылайынан астына келтіре алып, домалақтап жаямыз қазір. Шерпе жайғандай. Менде 1 килограмм ұннан 12 штук шықты.
Енді газымызды қосып, табамызға май құямыз азып. Көп май керек емес. Осылай азып құйдық. Енді қуырамыз осылайна. Екі жағын қызартып. Бұны жаңағыдай жайып ортасына сары май жаққан кезде көк пиязымызды қосуға болады. Көк пиязды өзіңіздің қалауыңызша қосасыз. Бізде көк пияз жемегендіктен көк пияз қоспадым. Міне пісіп болды. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Қош сау болыңыздар. Келесі видео түсіргенше.